Ол кезде қарындасым студент болатын. Қалаға жақын маңдағы әпкеміз оны үй шаруасына қолғабыс етуге шақырды. Қош делік, жазғы каникул болғандықтан бір айға барамын деп кеткен қарындасымды әпкеміз 3 күннен соң үйге қайтарыпты. Бақсам бақа екен демекші, кешкісін жездеміз үйден тысқа шыққаны сол екен, жоғарыға ілініп тұрған сұлбаға шошына соқтығысады. Сөйтсе күн ұзын үйге көрші үйден шелекпен су тасыған қарындасым бойым шөгіп, кішірейіп, тапал болып қалатын болдым деп, әрі-бері өткенде есіктің жоғарғы жақтауына секіріп, салбырай асылып тұратын әдет екен. Ол әдеті күні бүгінге дейін жалғасқан. Оның несі айып дейсіздер ме? Онда одан әрі тыңдаңыздар. Дәл сол әпкемнің үйінде бір күні жездем терезені ашып қойып, сыртқа көз сала ойланып, темекі шегіп тұрса, времянкадан айналасына алақ-жұлақ қараған қарындасым үй мен жаздық үйдің ортасындағы батпаққа да қарамастан, жалаң аяқ күйінше, анығын айтқанда тек носкимен зып етіп жүгіріп өтетін әдет қалыптастырыпты. Бірақ тумысынан салмақты жездеміз Әліптің аяғын бағып, сол жерде тағы бір-екі тал темекі тартып тұрса керек. Дәл осындай жағдай 2-3 рет қайталаныпты. Сол баяғы қарындасым екі үйдің ортасында жердің лай шаң екендігіне қарамастан, жалаң аяқ тілгілеп өтетін әдетін жүдә қоймапты. Осындай бір-екі ерс әрекетін байқаған жездем әпкеме айтып үйге қайтарыпты. Жалаң аяқ үй арасында жүргенде тұрған не бар дейсіздер ме? Онда одан әрі құлақ салыңыздар. Дәл осылай жалаң аяқ жүруді ол білдей бір мекемеде хатшы болып жүргенде де қоймаса, оған не дейсіздер? Бірде қарындасым мемлекеттік мекемеде хатшы, яғни секретарша болып жұмыс жасайды. Оң жағында бастығы отырса, сол жақ кабинетте бастықтың орынбасары отырады екен. Сонда бастығы бірде кабинетінен шыққаны сол екен, қарындасым жалаң аяқ коридордан кіріп келіп, асығыс-үсігіс аяқ киімін киіп жатса керек. Дәл осындай жалаң аяқ шауып жүретін әдетін бастығы бір емес 2-3 рет байқаған. Кейін түрлі желеулермен жұмыстан босатып тынды. Не себепті жұмыстан босаттыңыз деген сауалмен ағасы мен анасы болып барған бізге жалаң аяқ жүретін әдеті мен компьютер арқылы сағаттап жазған құжатын сақтамағандықтан жойылып кетіп, қайта жазған сәттерінің де көп болатындығын және өзге де жағымсыз әдеттерін жіпке тізіп бергесін, біз аузымызға құм құйылғандай болып, ештеме дей алмастан кері қайттық. Ал қарындасым осылайша бір жұмыстан екі жұмысқа ауысып жүру әдеті әлі күнге қайталануда.